Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай духовкада пісетін өте дәмді, ерекше ас дайындамақшымын. Бұған керекті картошка, саңырауқұлақ және де тауықтың төс еті болса болғаны. Ал менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап көрулеріңізді сұраймын. Ал алдымен бізге керекті осындай 5-6 үлкен картошка және де бір жуа, сыр, чеснок, помидор және саңырауқұлақ. Осындай бір 4 штук болса болады саңырауқұлақтың және тауықтың төс еті керек. Алдымен осы картошкаларымызды осылай қуыстап іштерін бәрін тазалап аламыз. Толық картошкамызды осылайша етіп жасап алдық. Енді майға осылай екі шетін жақсылап қызартып қуырып аламыз. Тауық төс етіменен саңырауқұлағымызды осылайша етіп турап аламыз да, осылай майға жақсылап бәрін бірге қуырып аламыз. Қуырылып жатқан төс етіне бір жуамызды турап салып, және де чесногымызды осылайша етіп теркіден или майдалап турап салып жібереміз. Ендігіде қуырылып жатқан төс етімізге дәміне қарай тұзымызды саламыз, 1 шай қасық паприкамызды саламыз, және 1 шай қасық қара бұршымызды салып қуыратын боламыз. Сонен соң туралған саңырауқұлағымызды бір 10-15 минут бұқтырып қуырып аламыз.
қуырылған картошкамызды осылайша етіп противеньге тізіп салып аламыз. Ендігіде манағы тауықтың төс етіменен қуырылған начинкамызды осылай картошканың ішіне салатын боламыз. Келесіде бетіне бір помидорымызды майдалап турап жеріп саламыз бетіне. Және де кішкене су құйып жердім. Енді духовкаде бір 25 минуттай пісіріп аламыз. Духовкаден пісіріп алып, ендігіде сырымызды бетіне сеуіп, бір духовкаге 2-3 минуттай салып аламыз. Толық асымыз дайын. Ас болсын. Мені каналымдағы әрбір жасаған астарым сіздерге ұнаса, өз пікірлеріңізді жазып, жүрекшені басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттерменен, видеолармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет.